Байтақ Жасылдар партиясы еліміздің саяси аренасына жаңа қарқынмен кіріспек. Экологиялық бастамалармен көзге түсіп жүрген партия әйелдер кеңесінің жұмысын күшейтіп, сол арқылы қоғамда өз ықпалын арттыра түсуді көздейді. Сол мақсатпен әйелдер таза Қазақстан тірегі республикалық форумын өткізіп, барлық өңірден келген 60-қа тарта делегаттың басын құрады. Келе жатқан парламент ол нақты сапалы заңдар шығаратын орын болу керек. Сол үшін біз соған сай әйелдер қауымынан мықты көшбасшылар шығару үшін біз әйелдер кеңесін күшейтіп жатырмыз. Бұл бағытта үлкен біздің партиямыз өз алаңын әйелден шыққан белсенділерге арнайды. Сол арқылы біз мықты көшбасшыларды дайындауымыз керек. Кеңес бір жағынан экологиялық тұрақтылық, әлеуметтік әділеттілік және әйел көшбасшылығы тақырыптарын тоғыстыратын бірегей қоғамдық саяси алаң болмақ. Осы мақсатпен форум барысында әйелдер кеңесінің жаңа төрайымы сайланды. Қарсы қалыс жоқ, бір ауыздан Роза Темірқұловна Қазақстанның Байтақ Жасылдар партиясының әйелдер кеңесінің төрайымының лауазымына тағайындалды. Роза Темірқұлқызы Кенжебек оңтүстік тумасы, теміржол саласында көп жыл еңбек еткен. Ендігі уақытын қоғамдағы белсенді әйелдерді елдің саяси өміріне енгізіп, басқарушы қызметтерге, парламентке араласуына жағдай жасағысы келеді. Ең басты мақсатымыз экологияны. Экологияда өзі айтып тұр ғой, экологияны қорғаймыз. Ол экологияның ішіне кіргеннен кейін оның ішіне таза ауа, таза су, осы әйелдерді кіреді оның ішінде, әйелдің әл-ауқаты. Сол әйелдерді күшейтіп, жаңа айтып өткендей, оларды көшбасшылыққа, енді төраға айтып отыр ғой, бізде парламентте депутаттары жоқ деп. Сол депутаттар сол парламентке қарай көшбасшыларын дайындаймыз. Жиында саяси тақырыптан бөлек әйелдердің жасыл саясаттағы белсенді рөлі, аймақтық бастамалары және экологиялық жаңғырудағы стратегиялық орны кеңінен талқыланды. Өңірлерден келген белсенділер өздерінің экологиялық, әлеуметтік және мәдени жобаларымен бөлісті.